Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен 5-9 есепті шығаратын боламыз. Б тобының есебі. Алдымен мынандай теңсіздіктер берілген, берілген оқылайық. Y-тен 1 өрнегін бағалаңдар дейді. 5-9 есеп. Бірінші 5 кішкентай Y-тен, Y 8-тен кішкентай. Енді бізде 1 бөлінген Y, яғни керісі. Мына 5-тен 1-ге керісі, ол 5-ке керісі 5-тен 1 болады. Бұл жағдайда бізде теңсіздігіміз қарама-қарсы бағытқа ауысып кетеді деген сөз. Мысалы, мына санға кері сан 5-тен 1 болады. Мынаған кері сан Y. Бізде теңсіздігіміз ауысады уже. Яғни бастапқыда жаңағы сіздер бұл жерде Y-ның орнына сан беріп қойсаңыздар да болады. Мысалы, 5-тен үлкен, бірақ 8-тен кіші, мысалы 6 болсын. Y-тен 6 болсын. Осыны жерге қойсаңыздар болады. Сонда мына жерге қойсақ, 1 бөлінген 5, яғни ол 0,2, 1 бөлінген 6 және 1 бөлінген 8-ден үлкен дейді. 1-ді мысалы 6-ға бөлсеңіз, міне қазір өздеріңізге тексерсеңіздер болады. 1 бөлінген мысалы 6, ол 0,1 периодта 6 деген сан екен. Ол сан мысалы 0,2-ден кіші болып тұр. Ал енді 1-ді 8-ге бөлсек, 0,1 бізде 125 шығады. Сонда 0,125, 0,1 жоқта болғанда 0,17-ден кіші ғой. Сонда міне осылайша наглядно көрсете аламыз. Енді екінші. Екінші жерге жазайық. 0,115 деген ол 8-тен 1. Y 0,25 деген ол 4-тен 1. Енді бұларға керіс сан. 8-ден 1-ге керіс сан 8 болады. Бөлшек біздің теңсіздігіміз ауысып кетеді. 4-тен 1-ге керіс сан 4. Сонда бізде мынандай теңсіздік шығады екен. 5-10 есебінде мына теңсіздіктердің барлығын дәлелдеп шығуымыз керек екен. Ал енді алдымен жақшаны ашып көбейтейік. 3 тағы көбейттік, 3-ті плюс 1-ге көбейтеміз. Плюс 3 шығады, қосылған А. Мына бізде қысқаша көбейту формуласы. 2-ні квадраттаймыз 4, қосылғанына 2-ні көбейтіп, тағы 2-ге көбейтеміз. Сонда 4А қосылған мына әріпті А-ны квадраттаймыз, А квадрат. Сонда бізде А-ны қоссақ 4А болады, 4А қосылған 3. Мына жақта 4-ке 4-ті көбейттім, 16. Жақшаны ашып отырмын, 4-ті 4-аға көбейтсем 8А, қосылған 4А квадрат. Ал енді біз мына теңсіздік бізде мына бөлікке қарап тұрған, яғни осы бөлікті бірінші жазып алайын, өзіме ыңғайлы болсын. Мен мыналардың барлығын қарамас таңбамен өткіземін. -4А деймін, -3 деймін. Енді мына теңсіздік белгісі басында бізде қай өрнекке қарап тұрды? Мына бетке, демек мен де осы бетке қаратам. Ал мына жақта 0 қалды, себебі бұл өрнектердің бәрін мен екінші бетке көшірдім. Сонда 4А квадрат. Мына 8Адан 4-тан азайттым, қосылған 4А болады. 16-тан 3-ті азайтам, қосылған 13. Осы өрнек бізде 0-ден үлкен болатынын дәлелдеңдер делінген. Бұл өрнектің жалпы мынау бізде функция ретінде қарастырсақ, бұл бізде функцияның графигі жоғары қараған, тармақтары жоғары қараған парабола болады. Не үшін тармақтары жоғары қараған? Себебі мына А квадраттың алдында тұрған коэффициент, яғни ол А коэффициенті болып табылады, ол 4-ке тең. Өйткені бізде бұл АХ квадрат плюс BX плюс С түріндегі өрнек, немесе функция деп атай береді. Бұл бізде 0-ден үлкен болса, ол жоғары тармақтары қаралған парабола болады. Яғни Y өсі, X өсі бізде мына тармақтары жоғары қарайды деген сөз, былай сызылады деген сияқты. Немесе былай деген сияқты. Енді дискриминантын табайық. 4 квадраттаймыз 16, 16 азайтылған 4 көбейтілген
4 көбейтілген 13. 16-дан мына жерде бізде 16, 13-ке көбейтсек. 16 қазір. 16 көбейтілген 13. 208. 208-ден 16-ны азайтып тастасақ, сонда бізде минус 192 шығады екен. Минус 192, яғни дискриминантымыз бізде 0-ден кіші. Дискриминант 0-ден кіші болды деген сөз. Мына калькуляторды алайын. Бізде ойық сөзін парабола мүлде қимайды деген сөз. Сонда бізде мына көрсетілген сияқты не былай жатуы мүмкін, не былай жатуы мүмкін. Яғни мына тармақтардың біреуі екі өргісінде бір 13 деген нүктені қиып өтеді деген сөз. Мына жерде 13 болса, не былай қиюы мүмкін, немесе былай қиюы мүмкін. Оны мына графикті салған кезде түсінікті болады, бірақ мына егер көсі бойынша 13-тен өтеді, бірақ ойық сөзінде мүлде жатпайды. Мына жер менде сызылып кетіпті. Мен сызылып кетті, мына ойық көсінен қиятын сияқты. Мына жерде 13, мына яғни ойық көсіне мүлде жатпайды. Тек қана ойық сөзіне жатпайды. Ойық көсін 13 деген нүктеде қияды да, 0-13 деген бұл графигі былай жатуы мүмкін, немесе осы нүктені өтеді, бірақ былайынан жатуы мүмкін деген сияқты. Так, осымен дәлелденді. Мына өрнек бізде осы тура екенін дәлелденді. Енді келесі. Екінші. 7p минус 1. 7p плюс 1. Үлкен, кіші, бізде 49p квадраттан делінген. Но бізде қысқаша көбейту формуласы. Онда демек 7p квадраттаймыз 7p квадрат. Азайтылған 1-ді квадраттаймыз, ол 1. Осы кіші дейді 49p квадраттан дейді. Бұл жерде кіші болады. Не үшін? Себебі бір-бірінен азайтып тастайық. Бізде анықтамаға сүйенетін болса, біз теңсіздіктің екі жақ бөлігінен де бірдей шаманы азайтып тастай аламыз. Сонда мен 49p квадратты азайтып тастағым келіп тұр, екі жақ бөлігінен де. Сонда мына екеуі жойып кетті, мынақты минус 1, мына екеуі жойып кетті, мына жақта 0 қалды. Минус 1 0-ден кіші ме? Кіші. Демек, мына біздің теңсіздігіміз дұрыс делінген сөз. Үшінші. А минус 2-нің квадраты үлкен А көбейтілген А минус 4 дейді. Мына қысқаша көбейту формуласы бойынша ашамыз. А квадрат, мына квадраттада азайтылған. Мына екеуін көбейтіп, тағы 2-ге көбейтеміз. Формуладағы 2-ге 4А қосылған. Мынаны квадраттаймыз 4. Сонда бұл үлкен. А-ны А-ға көбейтім А квадрат, А-ны минус 4-ге көбейтім минус 4А. Енді барлығын бір бетке жинақтайын, яғни мен теңсіздіктің екі жақ бөлігінен де бірдей шамаларды қосып азайта аламын. Сонда мен азайтып тастаймын А квадратты азайтып тастаймын және қосамын 4А-ны. Мына жақта да солай. А квадратты азайтып тастаймын да 4А-ны қоссам болады. Сонда бізде А квадрат пен минус А квадрат қысқарады, минус 4 пен минус 4А мен плюс 4А қысқарады, мына жақта 4 қалады, мына жақта мына жерде бәрі қысқарып кетті, 0 қалды. 4 0-ден үлкен ба? Әрине үлкен. Сондықтан бұл дәлелденді. Енді 4-ші есеп. Бұл жерде де алдымен шақшаны ашып алайық. 2-ны көбейттік 4А квадрат, 2-ны плюс 1-ге көбейттік плюс 2А, 3-ті 2-ға көбейттік 6А, қосылған 3 үлкен 4А квадрат, 4-ны 2-ге көбейтем плюс 8-і. Енді барлығын бір бетке жинақтап алайын. 8А қосылған 3 азайтылған 4А квадрат, азайтылған 8А. Мына бетте 0 қалды. 4А квадрат пен минус 4А квадрат қысқарды, мына қысқарды, 3 қалды, мақта 0 қалды. 3 0-ден үлкен ба? Иә, үлкен. Демек, бұл да дәлелденді деген сөз. Енді 5-ші есеп. 2b квадрат минус 6b қосылған 1 үлкен 2b минус 3-тен дейді. 2b квадрат минус 6b қосылған 1, мына жақта 2b-ны b-ға көбейткен 2b квадрат минус 6b.
2b квадрат азайтылған 6b қосылған 1. Мынаның барлығын мына бетке қарама астыңғы таңбамен өткіземін. Sonra мына бетте 0 қалды. Қысқаратындар тауып алдық. 1 қалды. Сол жақта, оң жақта 0. 1 0-ден үлкен. Демек, дәлелденді. 6-шы есеп. С қосылған 2, С қосылған 6 кіші, С қосылған 3, С қосылған 5-ке көбейтіңіз. Енді бірінші жақшаны ашып алайық. С квадрат қосылған 6С қосылған 2С қосылған 12. Мына жақта С квадрат қосылған 5С қосылған 3С қосылған 15. С квадрат С мен С қосылған плюс 8С болды, қосылған 12. Кіші С квадрат екеуін қосылып 8С беріп қосылған 15. Nerede? Екі жақ бөлігінен де мен мысалы С квадрат минус 8С-ні азайтып тастайын. Теңсіздіктің екі жақ бөлігінен де С квадрат минус 8С-ні азайтып тастайын. Сонда мыналар қысқарып кетеді бір бірімен. Мынақта 12 қалды, мынақта 15 қалды. 12 15-тен кіші ме? Иә, кіші, дәлелденді. Так, 7-ші есебімді. P квадрат плюс 7p үлкен 7p минус p тең 7. Мына жерде 7p'ны азайтып тастайын. Немесе барлығын мына бетке өткізсем де болады. Қарама астан көшірем. Сонда p квадрат плюс 1 үлкен дейді. Бізде p квадрат деген тірек теңсіздіктері бойынша 0-ден үлкен немесе тең болады. Демек, мына санымыз 0-ден үлкен сан болса, оған 1-ді қоссам, әрине 1-ден үлкен сан болады. Сонда немесе мынаның өзі 0-ге тең деп тұрмыз, 0-ге тең болған өзіне 1 болады, 0-ге 1-ді қоссақ 1, 0-ден үлкен. Демек, теңсіздік дәлелденді. 8-ші. Так, көбейтіп ашайық. 24e квадрат минус 80e. Мына жақта қысқаша көбейту формуласымен ашамыз. 25e квадрат минус 40-ті 2-ге бөлемін. 80e плюс 64. Барлық жағын теңсіздіктің барлық жағын бір жаққа жинақтайық. Екі жақтағы бөліктерін бір бетте жинақтайық дегенім ол. Так, минус 24e плюс 24e минус 24e квадрат болып өтті. Минус 80e плюс 80e болып өтеді. Сонда бізде теңсіздік қандай бағытта қоямыз теңсіздікті? Теңсіздік бізде әуел баста 25e квадрат минус 80-ден плюс 64-ке қарап тұрған еді, демек тура сол жаққа қаратамыз. Ал мына беттегі мына өрнектің бәрі мына бетке өтіп кетті. Демек қарамағыз бетке өтіп кетті, мына жақтан 0 қалды. Сонда e квадрат пен 25e квадраттан 24e квадрат азайтып e квадрат қалды. Мінекей қысқарып кетті, қосылған 64. 0-ден үлкен дейді. Бізде тірек теңсіздіктері бойынша бұл теңсіздік 0-ден үлкен немесе тең болады всегда. Қандай да бір санның квадраты 0-ге тең болуы мүмкін. Егер e 0-ге тең болса, онда e квадрат 0-ге тең. Ал басқа жағдайларда мына e-нің орнында минус сан болса да, плюс сан болса да, квадраты оң сан болады. Сонда оң санға 64 деген тағы да оң сан қоссақ, онда ол 0-ден үлкен сан шығады. Демек, бізде бұл теңсіздікке дәлелденді деген сөз. Осымен достар, біздің алғашқы Б тобының 2 есебі шығарылды. Келесі сабақта қалған есепті талдайтын боламыз. Видео ұнаған болса, видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Каналда 8-5 сыныптың есептері талданатын болады.